Сіз гепарин майының қасиеттерін білесіз бе? Ол қандай жағдайларда көмектеседі? Оның косметологиялық құрал ретінде қолданылатынын естідіңіз бе? Ерлерге қандай пайдасы бар? Осы сұрақтардың толық жауабын білгіңіз келсе, видеоны толық көріп каналға тіркеліп өтіңіздер. Гепарин майы дерлік әрбір үй дәрі қобдишасынан орын алған. Оның себебі көптеген қолайсыздықтармен күресуге көмектеседі. Гепарин майы бұл сыртқа жағуға арналған дәрілік зат. Құрамында белсенді зат ретінде гепарин натрийі, бензокаин және бензилникотинат бар. Бұл май қабынуға қарсы, антикоагулянттық, қан ұйығыштығын болдырмайтын және ауырсынуды басатын әсері бар. Гепарин майы келесі жағдайларда қолданылады. Олар біріншіден терідегі көгерулер мен жарақаттар, жұмсақ тіндердің көгеруі, соғылуы, гематомалар, қан ұю, жеңіл жарақаттардан кейін пайда болған ісік пен ауырсынуды басу үшін. Екіншіден тромбофлебит, беткі веналардың қабынуы. Вена қабырғаларындағы қан ұюын азайтады, қан айналымын жақсартады. Геморрой, ауырсынуды және қабынуды басады, қан ұйығын ерітуге көмектеседі. Төртіншіден варикоздық кеңейген веналар, ісінуді, ауырлықты азайтады, қан айналымын жақсартады. Бесіншіден микроциркуляция бұзылыстары, мысалы ине салған жердегі немесе уколдан кейінгі тығыздануларда. Қалай қолдану керек? Май зақымдалған тері бөлігіне жұқа қабатпен күніне 2 рет, 3 рет жағылады. Емдеу ұзақтығы әдетте 3-7 күнді құрайды. Гепарин майының негізгі әсерлерінен бөлек, оның тағы да бірнеше қосымша пайдалы қасиеттері мен қолдану салалары бар. Ол косметологияда көз астындағы көк шеңберлерге қан айналымын жақсартып, көгеруді азайтады. Безеуден кейінгі қабынуды басуға көмектеседі. Терідегі ұсақ капиллярлардың жарылуын азайту үшін кейде қолданылады. Купероз. Инъекциядан кейінгі тығызданулар. Укол салған жердегі ауырсыну мен тығыздалған жерлерді жұмсартуға көмектеседі. Қан тоқтамай қойған инъекция орындағы ұйыған жерлерге жақсы әсер етеді. Созылудан кейінгі ауырсыну, бұлшықеттің шамадан тыс ширығуы. Спортпен айналысқаннан кейін пайда болатын микротравмаларда, бұлшықеттің немесе сіңірдің зақымдануында. Сүт безінің бітеліп қалуы, лактостаз. Кей жағдайларда сүт безіндегі сүт түтікшелерінің бітелуінен ісіну мен ауырсынуды басу үшін қолданылады. Целлюлиттің бастапқы кезеңдерінде қан айналымын жақсартып, май ұлпасында тоқырауды азайту үшін кейде қосымша құрал ретінде қолдануға болады. Гепарин майының ер адамдарға да пайдасы бар. Ол тек әйелдерге арналған немесе косметикалық құрал емес. Ерлерде де кездесетін түрлі медициналық және тұрмыстық жағдайларда қолдануға болады. Варикоз тек әйелдерде емес, ерлерде де болады. Әсіресе ұзақ уақыт тұрып жұмыс істейтіндерде. Май аяқтағы ауырлық, ісіну, тартылу сезімін азайтады. Геморрой көбінесе ауыр көтеретін, көп отырып жұмыс істейтін ерлерде кездеседі. Гепарин майы ауырсынуды басады, қан ұюын ерітеді, ісінуді азайтады. Кейбір жағдайларда гепарин майы варикоцеле, пенис немесе ұмадағы тромбоз, жыныс мүшелерінің ұсақ веналарының проблемаларында қолданылады. Гепарин майын әжім мен безеуге қолдануға болады ма? Қолдануға болады, бірақ тек кей жағдайда. Гепарин майы қабынуға қарсы әсер етеді, терідегі ісінуді басады, қан айналымын жақсартады. Безеуден кейінгі қызару, ісу, ірің шықпай тұрып қабынған кезде көмектесуі мүмкін. Бірақ бұл безеудің нақты емі емес. Безеудің себебі гормондар, май бездерінің жұмысы, бактериялар. Гепарин майы бактерияға қарсы әсер етпейді. Іріңдеген немесе ашық жарасы бар безеуге жағуға болмайды.